Армысыздар, құрметті көрермендер. Республикалық және халықаралық маңызы өте жоғары Ақсу-Жабағылы табиғи қорығының құрылғанына биыл 100 жыл толады. Дәл осы мерейтой қарсаңында біз Ақсу-Жабағылы қорығының ұжымына арнайы келген болатынбыз. Әдемі сұхбат құрып, сұхбатты қалың көрермендерге ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығымен кезекті сұхбат. Қорықтың директорының ғылыми жұмыстары жөніндегі орынбасары Жоматов Сматулла Жораұлы мырзамен болады. Аға, алғашқы сұрақты осы мемлекеттік табиғи қорықтың 100 жылдық мерейтойы осы биыл толып отыр. Үлкен керемет іс-шара болғалы жатыр. Дәл осы іс-шараның біздің қорық үшін, ауданымыз үшін ең маңызды кезеңі қайсысы? Қош келдіңіздер. Алдымен Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы 100 жылдықтың қарсаңында. Енді 100 жылдық қарсаңында жалпы Қазақстандағы табиғатты қорғау саласындағы ғасырлық тарихы бар қорық. Сонымен қатар бірыңғай экожүйедегі табиғатты сақтау жетістіктерінің, соның ішінде халықаралық деңгейдегі, яғни ЮНЕСКО-ның құрамына енген айтарлықтай маңызы бар тарихи өзінің бір орны бар. Сонымен қатар қазіргі таңда енді айта кетсек, ғасырлық тарихы бар деп отырмыз ғой. Бұл жерде енді қорықтың бірінші ғылыми мәртебесі өсуде, сонымен қатар туризмді дамытуда. Ал мына осы енді ғасырлық тарихы бар болған соң, бұл табиғи мұра. Табиғи мұраны қазіргі таңда осы қорық қызметкерлері болашақ ұрпаққа өз қалпында сақтауға өз серпінін тигізуде. Қорықтың құрылған сәтінен бастап күні бүгінге дейінгі ең үлкен жетістіктерін атап өтсеңіз. Иә, енді айтарлықтай жетістіктер молынан. Енді бір ғасырлық қорық болған соң, жаңа айтып отырмын ғой, 1926 жылы құрылғаннан 2026 жылға дейінгі аралықта бірінші кезеңді алып өтетін болсақ, бұл 1926 жылдан 41 жылға дейінгі кезең. Қиын кезеңдер болды. Сосын екінші дүниежүзілік соғысы болды. Ол 1941 жылдан 45 жылға дейін кейінгі кезең. Ал енді 1977 жылы бізде ерекше кезең орын алған, яғни қорықтың құрылымы жасалынған. Құрылымы дегенде бөлімдер, күзет бөлімі, ғылыми бөлім, туризм бөлімі. Сонымен қатар осы сіздер әзіргі таңда көріп отырған мына мұражай, қорықтың орталығы 1977 жылы өзінің іргетасы қаланған, қорыққа тапсырылған. Осы орталықта біздің қызметкерлер бүгінгі күнге дейін қызмет атқарып келеді. Сонымен қатар 2004 жылы қорықтың материалдық техникалық ресурстарының барлығы жаңаланған. Себебі Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жобасыменен осы біздің техникаларымыз, қорықтың қызметтік үйлері, сосын байланыс құралдары толығымен жаңаланған. Осы жетістіктер, ең соңғы жетістіктер 2005 жылы. Енді біздің қызметіміз осы табиғатты қорғау ғой. Табиғатты қорғау барысында флора және фауна. Осының ішінде Тянь-Шань арқары өте сирек кездесетін, Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген, сонымен қатар қар барысы. Осылардың мекен аймағы көлемі аз болғандықтан 2005 жылы Түлкібас ауданынан 1000 гектар жер, Төле Би ауданынан 45.000 гектар жер, орман қоры жері ажыратылып бізге берілген. Бұл үлкен жетістіктер деп айтсақ болады негізінде. Жалпы осы қорықта жұмыс жасап жүргенде қанша уақыт болды? Мен енді бұл қорықта алғаш 2003 жылы осы қорыққа қатардағы инспектор болып жұмысқа кіргем. Сонымен әзіргі таңда 23 жыл қарсаңында жұмыс атқарып қойдым. Қанша қызметкер жұмыс жасайды? Жалпы Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығында штат бойынша 51 қызметкер, штаттан тыс 41 қызметкер қызмет атқарады. Бірге қорықты аралап көрейік, жүріңіз. Сіздер енді Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының визит орталығына келдіңіздер. Енді бұл жерде жалпы Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының космостан түсірілген макеті. Бұл жерде біз тұрған орталық ғимарат деді, көрдіңіздер, теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте. Жалпы қорықтың географиялық қалыптасуына байланысты 5 белдеуге бөлінеді. Тау бөктері,
орта тау, жоғары тау, субальпілік, альпілік белдеулер 5 белдеуге бөлінеді көрсетілген. Енді бұл жерде көріп отырғандай жаңа сіздерге айттық қой, мына сары сызықпен бұл қорықтың Қазақстан арасындағы шекаралық аймағы. Ал қызыл үйшіктер бұл 12 кордон бар бізде. Батыстан бастап шығысқа дейін. Енді шығыс аймағы Қырғызстан Республикасымен шектеседі. Оңтүстік батыс Өзбекстан Республикасымен шектеседі. Жалпы бұл жерде енді жаңа айттық қой, жануарлардың 52 түрі кездеседі. Өсімдіктердің жоғары сатыдағы өсімдіктердің 1312 түрі кездеседі. Соның ішінде 41 түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Жәндіктердің 2500-ден астам түрі кездеседі. Құстардың 299 түрі кездеседі. Енді мына әзір Жабағыл өзені дейді, көрдіңіздер. Ақсу өзенінің, Ақсу өзенінің барлықтарыңыз білесіздер. Тау шатқалдары осысыздар ма? Осы ғой. Каньондар. Каньон мына құз, Ақсу құз шатқалы дейді мына каньон. Енді көріңіз ғой, ені 700-ден 800 метрге дейін, тереңдігі 600-ден 700 метрге дейін, енді ұзындығы 40 километрден астам. Енді мына жер жаңа сіздерге айттық қой, бізде өте керемет мынау Қаратау тауларында Әулие Қарабастау деген аймағымыз бар, 230 гектар. Бұл жерде Юра дәуірі дейді ғой, Юра дәуірінен сақталған жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтары, қатпаршалар. Мыналар қалдықтар, көрдіңіз ғой? Мына сланец дейді, мына қатпаршақтар ғой. Осы қатпаршақтар көрдіңіз бе? Папоротник. Мына балықтар, көрдіңіз бе? Балықтар, мына теңіз балықтары. Бұл жердің өзіне ерекше тарихы бар, және мынау динозаврлар дейді ғой, динозаврлар, ұшқыш кесіреттілер дейді. Мына Қазығұрт перевалын білесіздер ғой, жолда Ташкент трассасы бойынша, сол Қазығұрт перевалындағы жолды ашқан кезде сол жерде осы динозаврлардың қаңқалары табылған. Болғаны, ол әзір Ленинградта, Эрмитажда. Мына Фаразауралов дейді, бұл сүтқоректілер отрядына жатады. Бұл осы біздің Қазығұрт тауларында мекен еткен шөптесін өсімдіктермен қорек ететін Фаразауралов, динозаврдың бір түрі. Демек біздің оңтүстікте де болған? Иә, болған. Бұл жерлердің айтып отырып қой, Юра дәуірі дейді. Юра дәуірінен алдын бұл жерлерде теңіз болған. Енді көрдіңіздер, мыналар петроглиф дейді, тасқа қашап салынған суреттер. Бұлардың да өзінің қола дәуірі дейді, темір дәуірі. Мына екеуі таза тас қалғандары макет. Бұл жерде біздің түп табырымыз ислам дінінен алдыңғы біздің ата-бабаларымыз тасқа, пұтқа сенген ғой, осыдан бір көрініс беріп отыр. Себебі біздің тарихымыз, бұл жаңа айтып өттік қой, 100 жылдық тарих. Енді жібек жолы бойы осы біздің қорықтың, жаңа сіздерге айттық қой, мына таулы аймақ дейді, Майдантал айналымы дейді, мына жерде Майдантал айналымы. Осы Майдантал айналымында мына түрлі қолданысқа жария етілген теңгелер, найзаның ұштары, қыш кеселер барлығы осы жібек жолында табылған. Осы күні бүгінге де сақталып отыр? Иә. Ал енді жаңа географиялық қалыптасуына байланысты 5 белдеуге бөлінген. Сол тау бөктері, орта тау, жоғары субальпілік, альпілік. Енді тау жыныстары, жаңа Менделеев таблицасындағы барлық элементтер біздің қорықта кездеседі. Сонымен қатар мынау Қазақстан Республикасының қызыл кітабы дейді ғой. Осы қызыл кітапта 1978 жылы қызыл кітапты енгізді ғой. Осы кезде мына сіздерге айтқан қызғалдақтар. Енді бұл грек қызғалдағы, мына берқара қызғалдағы деп әзір аталуда. Енді бізде жауқазын деп аталған бұлардың. Жауқазын деп. Бірақ әзір қызғалдақ дейді, негізі бұның атауы жауқазын. Мынау көк шиқылдақ гүлдері. Мұны жаңа сіздерге айтқан Сибирь алмасы біздегі. Бұның өзінің тарихы бар. Өте үлкен тарихы бар. Сонымен қатар мына көп айтады, көбелек, инелік дейді. Бұлардың бәрін қызыл кітапқа енгізілген. Аполлон, Махаон, инелік, красавка дейді. Красавка, девочка дейміз, сондай. Біздің қорықта мекен етеді бұлардың барлығы. Арнайы сирек болуына байланысты Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Енді көрдіңіздер, бақа дейді, мынау жылан дейді, сары жылан дейді бізде. Кесірет тектес дейді.
бұның ешқандай зияны жоқ, бірақ көп өлтіріп қояды. Бұл Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген. Мына құрбақада көктемде көп шығады. Бұл Донатин құрбақасы дейді. Құрбақаның өзі қызыл кітапқа енген. Иә. Мына жерде бүркіт көрдіңіздер ғой. Бүркіт, жұмақ шыбыншасы, үкі, мына көк құс, мынау сілеусін, Түркістан сілеусін, қар барысы, міне тянь-шань қоңыр аюы, кейін үнді жайрасы. Бар біздің қорықта мекен етеді. Мысалы өзі бір уақыттар келеді, жойылып кетеді кейін. Мына үнді жайрасы жойылып кетіп еді, соңғы кезде көбеюде бізде. Кетіп қайтып кетеді. Бір өз уақыт кезеңдер болады, жойылады, қайтадан көбейеді. Мынау фотодағы барлық біздің қорықта түсірілген, қызметкерлер өздері түсірілген, барлық осы бойынша. Қар барысына сіз айтқан түсірілген осы ма? Жоқ, бұл енді кімдікі екені белгісіз. Бұрынырақта түсірілген. Әзір енді өзімізде жақсы материалдар бар, өте керемет материалдар. Сонда ана фото аппарат дедіңіз ба, не дедіңіз? Фотоловушка. Өздеріңіз барып қоясыздар ма? Иә. Таудың бағасына шығып. Иә. Атпен барамыз, 2-3 жігіт болып барамыз, сөйтеміз де атты байлап, өзіміз ана бірінші олардың өткел жолдары бар ғой. Ізен, малағын езшат етеміз. Сосын жабай аңдардың өзінің жүретін өткелдері болады. Жол. Әр жерден жүре бермейді ол. Мысалы, трапа сүрлеу болып қалады. Сол сүрлеуде іздер түсіп қалады. Мына жерден ешкі жүріпті, аю жүріпті. Қар барысы өтеді. Әлде болмаса көктемгі күзгі санақта қар жатады ғой. Сол кезде қарға ізі түседі. Үшімізді соның бағыты бойынша фото қап. Бір жолмен жүріп, бір жолмен қайтама? Енді бұлай. Жоқ, мысалы аңшыл жасаған кезде жануарлар жүреді ғой, жануарларға енді аңшыл жасайды, ол жерге қоя алмайсыз ғой. Сосын олар өздерінің өткелдері бар, жаңа пути миграция дейді ғой, өткелдер. Өткел болғанда сол жолмен жүреді тек қана. Енді тауда да арша өсіп жатыр, тастар, енді жүре алмайды ғой. Өздеріне ыңғай жол етіп алады. Сол жолмен мысалға 8 күнде бір, 12 күнде бір, 15 күнде бір жолды қайтып өтеді. Мүмкін әзір кетті, бір 12 километр жерге кетті. Қорықтың бір басынан екінші басына кетеді. Кейіннен қайтады ғой бері. Сол сияқты. Сол сәттерді қайтасыздар ғой. Иә. Сматул аға, жалпы келушілерге қандай қызметтер ұсынасыздар? Біздің Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығында жалпы қызметтің күзет бөлімі қызмет атқарады, ғылым ақпарат және мониторинг бөлімі қызмет атқарады, сонымен қатар туризм бөлімі. Бұл жерде енді қызметте біз туризм бөліміне келетін болсақ, осы шектеулі туризм бар. Енді туристерге ұсыныстарымыз мініс аттармен, сосын техникалар, жаяу бағыттау үшін өзі қызметтер ұсынамыз біз. Жалпы экотуризмді дамыту үшін қандай жұмыстарды қолға алудасыздар қазіргі таңда? Енді бізде осы экотуризмді енді қорық қой бізде, орман қорының бірінші категория жер болғандықтан бізде шектеу қойылған. Ал енді мынау келуші саяхатшылар дегенмен таулы аймақтарға қызығады ғой, осыған орай біздің 10 бағытымыз бар. 10 бағытымыз бар. Осы бағыт бойынша енді Instagram парақшаларымыз бар. Парақшалар бойынша ұсыныстар беріледі. Автокөлікпен, сосын мініс аттармен, жаяу бағыттар бойынша. Ақсу құс шатқалымыз бар. Талдыбұлақ айналымы, кіші қайыңды, үлкен қайыңды айналымдар бойынша сұраныстар болса қабылдаймыз. Жалпы қорыққа келушілердің басым бөлігі қай аймақтардан келеді? Шетелдіктер көп па? Енді қазіргі таңда жалпы қорық аумағына келушілер, енді біз айттық қой, 100 жылдық тарихы бар қорық болғандықтан шетелдік және өзіміздің қазақстандық азаматтар келеді. Енді шетелдік туристердің қай уақытта келеді көбінесе? Енді шетелдік туристер көбінесе осы сәуір айы мен мамыр айының басында келеді. Себебі өздеріңізге танымалы грек қызғалдағы дейді, жауқазын. Осы жауқазының гүлдеген кезеңі болады. Осы жаппай гүлдеген кезеңінде көбінесе шетелдік азаматтар сол қызғалдақтың гүл басының ашылғанын, әсемдігін көруге шетелдіктер көбінесе келеді. Енді соңғы уақыттарда өзіміздің Қазақстан азаматтары да келеді. Дегенмен шектеу бар, осы шектеу бойынша туристерді қабылдаймыз.
Сматолаға жалпы айтып өтіңізші, сирек кездесетін өсімдіктер мен жануарларды қорғауда бүгінгі таңда қандай бір нақты нәтижелеріңіз бар? Енді Ақсу-Жабағылы қорығында жалпы сүтқоректілердің 52 түрі кездеседі. Соның ішінде Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген қар барысы, Тянь-Шань арқары, Тянь-Шань қоңырайы, Түркістан сілеусіні кездеседі. Әзіргі таңда оларды қорғауда өте үлкен жұмыстар атқарылуда. Себебі Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы екі мемлекетпен шектеседі. Біреуі Өзбекстан Республикасы, екіншісі Қырғызстан Республикасы. Сонымен қатар екі облыс, яғни Жамбыл облысы Қазақстан бойынша, Түркістан облысы бойынша. Енді бізде осы сирек кездесетін аңдардың жағдайы соңғы уақытта 2021 жылы мынау енді заман талабына сай материалды техникалық ресурстарды біздер пайдаланудамыз. Соның ішінде фотоқақпан, яғни кейбір аңдар жасырын өмір сүргенді қалайды. Осыған орай біздің ғылым бөлім жігіттері, теориолог мамандар, оның ішінде өзім бірлесе Біріккен ұлттар ұйымынан 25 фотоқақпан біздерге бекітіліп берілген. Осы фотоқақпанды пайдалану барысында сол сирек кездесетін жануарлардың мекен аймағы, олардың жолдары, жаңағы өткел жолдары, осылардың бәрін анықтадық. Соңғы уақыттағы мысалғы қар барысы бұрында осы 60-шы жылдардан 80-шы жылдарға дейін елес болып кеткен, көрінбей кеткен. Осы қар барысын түсірдік мысалы фотоқақпанға. Өте керемет жаңағы іс-әрекеттері, олардың төлдермен барлығы өте жақсы іс-әрекеттері. Сонымен қатар мынау Тянь-Шань арқары дейді. Тянь-Шань арқары біздің қорықтың жоғары белдеулерінде ерекше бір аймақта мекен етеді. Сонымен қатар қыс мезгілінде қар көп түскен жылдары енді Қаратау жоталарына қоныс аударады. Сол қоныс аудару барысындағы өткел жолдарын енді күнде біз байқай бермейміз ғой. Фотоқақпандарды пайдалану барысында олар бойынша үлкен ғылыми мәліметтер алдық. Ал жалпы осы қорғауға тиіс өсімдіктер бар, жануарлар бар, барлығы осы қорықтың жауапкершілігінде ғой жалпы? Иә. Ал осы азаматтар тарапынан төнетін қауіптерде қандай бір іс-әрекет жасайсыздар сіздер? Енді қазіргі таңда енді соңғы жылдарда енді жануарлар дүниесіне қауіп ол осы браконьерлік қой. Браконьерге қарсы қазіргі таңда біздің күзет бөлімі, соның ішінде тұрақты дедік қой, жаңа тұрақты инспекторлар, мобильді топ инспекторлары мына заман талабына сай барлық материалды ресурстармен қамтамасыз етілген. Яғни түнгі рейдтер, күндізгі рейдтер, мініс құралдары, оның ішінде мініс аты, техникалар, автокөліктермен қамтамасыз етілген. Ұдайы қорғау барысында қорғау жұмыстары жүргізеді. Сонымен қатар өсімдіктер дүниесіне келетін болсақ, қазіргі таңда енді дәрілік өсімдіктер ретінде жылу ол бізде байқалмайды соңғы кезде. Енді осы көктем айларында осы қызғалдақтарымыз бар. Жалпы Қазақстанда 40-тан астам қызғалдақтың түрі кездессе, соның 6 түрі бізде кездеседі. Соның ішінде осы грек, Кауфман қызғалдағы, сонымен қатар Алатау бәйшешегі дейді ғой. Бұлардың барлығы сирек кездеседі. Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген. Осыған орай гүлдеген кезде келуші саяхатшылар жылуы мүмкін. Бірақ осы гүлдеу барысында жалпы қызғалдақтардың, бәйшешектердің өсіп шоғырланған аймақтарында біздің қорықтың қызметкерлері ескерту жұмыстарын, үнпарақтар тарату, экологиялық сабақтар жүргізіп, осы қорыққа іргелес елді мекендер, сонымен қатар қала, аудан тұрғындарына ескерту жұмыстарын алдын ала жүргізеді. Сматолаға жалпы мен осы қорыққа өзім бірінші рет келуім, мына жердегі аңдарды көріп, шын ба, әлде мүсін ба, мен өзім түсінбей тұрмын. Былай қарасам, кәдімгі шын аңға ұқсайды. Осыны нақтылап түсіндіріп беріңізші? Жалпы енді сіздер әзір қорық мұражайына келдіңіздер ғой. Бұл қорық мұражайы 60-70 жылдар болды. Енді бұл жерде түсіндім ғой, сізді қарап отырсам, мынау аңдардың тұлыптары, бұлар шынайы. Енді бұларды арнайы мұражайға
рұқсатпен рұқсат алынған. Енді қараңыз, табиғат аясында, жабайы табиғат аясында әркім бір бола бермейді ғой. Осыған орай жаңа айтып отырмыз, балабақша деңгейіндегі азаматшылар, мектеп деңгейіндегі жоғары, орта, сосын жоғары буындар әрбірі таулы аймақта жабайы табиғат аясында бола бермейді ғой. Осыған орай өз заңдылығымен осы мұражайды ашып, осы жерге рұқсатпен осы қорық аумағындағы барлық жануарларды алдырылған, енді қатырылған бұлардың барлығы. Сол келіп өз көзімен көріп, бұлардың қаншалықты маңыздылығы, бұларды сақтай білу. Соның ішінде жаңа айтып отырық, сирек кездесетін, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген, жалпы жер шарының тек қана осы аймақтарында кездесетін жануарлар болған соң, осы тұлыптарын жасап, келіп көріп, көргеннен кейін әрмен қарай өзгеше табиғаттан өзгеше бір жаңа энергия алады деп ойлаймыз. Осы үшін осы мұражай ашылған. Жалпы осы сұхбаттың қорытындысын жасай салайықшы аға. Жастарға, Қазақстан Республикасының кез келген азаматына қандай да бір үндеу айтыңызшы. Табиғатты қорғау, әрбір жануардың біздің табиғат үшін маңыздылығы ерекше. Осыны нақтылап айтып өтсеңіз. Енді қараңыздар, жалпы мен осы Қазақстан Республикасының азаматшаларына, жастар, орта буын, үлкен буындарға айтарым, жабайы табиғатымызды, соның ішінде өсімдіктер дүниесі ең бірінші. Өсімдіктер дүниесінің ішіндегі мынау көктем гүлдері дейміз, жемісті ағаштарымыз, бұталарымыз ерекше орны бар. Бір уақыт келеді, оларды мәдени салаға да өткізуіміз мүмкін. Сонымен қатар жануарлар дүниесі өте керемет, өте өзінің бір ерекшеліктерімен. Не үшін шетелдік саяхатшылар қызығады бізге? Сол өзіміздің қолымызда бар табиғи жануарларды, өсімдіктерді қорғауға атсалысайық дейміз. Көпшілік ойлайтын шығар, бұлардың саны бір көп жоқ, шамалы, сандары жеткілікті ғой. Дегенмен осыны қорғауға жалпы атсалысамыз. Үлкен рахмет, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Алдағы үлкен мерейтойды бәріміз бір кісідей өте жоғары деңгейде атап өтейік. Рахмет сіздерге.